Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осылай ерекше формада жасалынатын жұмсақ булочкилердің рецептін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз, оның үстіне құрғақ дрожж, шекер, дәміне қарай аз ғана тұз және де жұмыртқа, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен не болмаса вилкамен араластырсаңыздар болады. Содан соң ұнымызды саламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқыш салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты жұмсақ болмау қажет, жұмыс жасауға ыңғайлы, сондай қаттылау қамыр болғаны дұрыс. Қамырдың бетін жауып көтерілгенше қалдырамыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Көтерілген қамырды бірнеше бөлікке бөліп, дөңгелек формаға салып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң аз ғана ұн сеуіп, қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, осылай теңдей 4 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей булочкидің формасын шығарамыз. Булочкидің формасын шығарып болғаннан соң арнайы печкамыздың формасына пергамент қағазын төсеп, булочкилеріміздің барлығын салып, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Қызып тұрған печкеде 180 градуста шамамен 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай булочкилеріміз әдемі болып пісіп шықты, өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепт ұнаса сақтап алыңыз.